армысыз. Сіз дұрыс айтасыз. Біздің осы сөйлеген сөздерді тыңдап, билік тыңдап, мониторинг жасап, сосын мемлекет шешімдерде біздің ұсыныстарды қабылдап, пайдаланып, мемлекет шешім ретінде шығарады. Мен қаншама сөздерді айтқанда солай Тоқаев оны қабылдап, оны пайдаланып жүрген болатын. Бірақ мен сізбен осы сіздің пікіріңізбен келіспеймін. $300,000 кім берсе, сол азаматтық алсын, вид на жительство алсын, біздің қазақ елімізде тұрсын деп. Ол нақты мен ойымша сатқындық. Ақшаға біз өзіміз елімізді, жерімізді, келешекте мемлекетімізді, тәуелсіздігімізді сатамыз. Ресей мен Қытай екі жағынан ұлы империя. Егер олар қазір ақша мен біздің вид на жительство, азаматтылықты сатып алса, қаншама миллион, қаншама мың, 100 мыңдай осы Ресей мен Қытайдың тұрғындары келсе осы жерге, ол бейбіт тыныш оккупация, саяси колонизация, отаршылдықтың саясатын өткізетін өкілдері ғой осы қазақ елімізге келсе. Оны қалай түсінбейсіңдер сендер? Ата-бабаларымыз не үшін күрескен? Осы біздің жеріміз үшін, біздің болашағымыз үшін, біздің тәуелсіздігіміз үшін, мемлекеттігіміз үшін. Ал біз осы ақшаға сатып өзіміз елімізді, ол не деген? Бір сөзбен сатқындық. Содан соң біз осы турандықтар осы Тоқаевтың шешімге $300,000 вид на жительство, сосын азаматтықты сату, ол нақты сатқындық ретінде саналады. Осы туран қозғалысын демократ қазақтың ұлтшылдарының саяси көзқарасы, пікірі, оны түсіну керек, оны білу керек. Вид на жительство, ол не деген? Ол соғыссыз өз жерімізді, өз елімізді сату $300,000. Осындай сатқындықтың құны қазір, сатқындың бағасы осы $300,000. Тоқаев оны жариялады. Қазір енді сіз осы айтасыз, ол жақсы, экономикаға жақсы. Қандай экономика жақсы? Қандай? Осы авторитарлық саяси жүйесі және олигархтың экономика жүйесі қазақ қарапайым халыққа ешқандай пайдасы әкелмейтін экономика. Олар тек қана өз қалтасын ойлайды. $300,000 берсе, мүмкін $100,000 бюджетке барады, $200,000 қалтаға барады. Кімге қалтаға барады? Осы биліктің шенеуніктерге барады. Қалай оны түсінбейсіңдер? Осы авторитарлық саяси жүйесінде қазақ елімізде, қазақ қарапайым халыққа ешқандай пайда болмайды. 30 жыл біз осы авторитарлық саяси жүйесімен өмір сүріп, қандай пайда, қандай? Айтыңызшы бізге. Тоқаев өзі мәлімдеді. Қазақ елімізде 162 олигарх. Экономиканың 55% қолында, бақылауда. Ал қазақ елдің тұрғындары 50%, 50,000 теңгемен айлық алып өмір сүріп тұр. Күн көріп жатыр 50,000 теңгеге. Қаншама мұнай сатамыз, қаншама әрі түрлі түсті металлургия сатамыз, газ сатамыз, жанармай сатамыз, НПЗ. Бәрі жеке меншікте, олигархтың қолында. Қарапайым қазақ халыққа пайдасы бар ма, жоқ па? Жоқ, пайдасы болмайды да. Қаншама ақша қазір қазақ елімізге кірседі, пайда болса да, доход, кірістер болса, ешқандай осы сендерге, қарапайым халыққа, бізге ешқандай пайда болмайды. Оны неге түсінбейсіңдер, қазағым-ау?
Осы Тоқаев көз бояушылық жасап сендерге ұлт қордан балаларға ақша төлейміз. 18 жасқа дейін осы есеп шотта болады. $3000 болады. 18 жылдан 3000 долларға не сатып аласың? Пәтер сатып аласың ба балаға? Жоқ. $3000. Ақша аз ғой ол. Сосын әйелдерге зейнетке шығатын анау жасын өзгертеміз дейді, төмендетеміз дейді. 61 жасқа дейін. Олды күлкі ғой. Күлкі. Тоқаев қазақтарға қарап күліп жатыр сендерге. Ал біз мәз болып жатырмыз, мәз болып. Орысша айтқанда кость бросает от объедки, от глотки. А сендер довольный болып, риза болып жатсыңдар соған. Ой, қарапайым қазақ халқым, ой. Ұлт сана сезімдерді де жоқ, намыстарды жоқ, ойда саяси білімді жоқ сендерде. Өкінішке орай, сосын ғой, Назарбаев 30 жыл бізді алдап жүрген. Енді Тоқаев бізді алдамақшы. Оны неге түсінбейсіңдер, қазағым-ау? Осы Тоқаев авторитарлық саяси жүйесін өзгермеді. Назарбаевтың авторитарлық саяси жүйесін, саяси мақсатын жалғастырып жатыр. Экономика жағынан олигархтар бәрі олигархтың қолында. Ешқандай өзгеріс жоқ. Бай жеріміз, кедей қазақ халқымыз. Оны неге түсінбейсіңдер? Менің есімім Аслан Курманбаев, Туран қозғалысының жетекшісімін. Біліңіз оны. Ақиқат керек, бостандық керек қазақ қарапайым халыққа.